ортақ қағида бар. Намазда тек қана зәру жағдайда ғана қимылдайды. Зәру деген нәрсе өзіңізге немесе біреуге зиян беретін жағдайда қимылдауға болады. Мысалға, намаз оқып тұрсыз, сізге қарай шағатын бір жәндік келе жатыр. Сол жерде тұрып, қандай қимылмен оны алып тастап, сол күйі намазыңызды жалғастырсаңыз болады. Немесе намаз оқып тұр едіңіз, бір нәрсе құлайын деп тұр. Құласа не сізді жарақаттайды, немесе қасыңыздағы біреуді жарақаттайды. Ондай жағдайда соны тіреп қалып деген сияқты, сондай нәрселерге ғана намазда рұқсат береді. Ал басқа жағдайда намазда тас түйіндей қату керек пенде. Көзіңіз сәжде болатын жерге қарау керек, болды. Сол құлшылықта болу керек. Енді ұялы телефоныңыз шырылдады дейік. Ең бірінші біз соның алдын алуымыз керек. Яғни сөндіріп, дауыссыз етіп, намаздамын деп мән беру керексіз. Мән бермей кіре салуға болмайды. Осындай уақытта ұялы телефон шырылдаса не істейсіз? Ол жерде екі мәселе бар. Өзіңіз жалғыз болсаңыз, ешкімге зиян келтірмейді десеңіз, егер де әуені сізге зиян бермейді десеңіз, онда қимылдамаған дұрыс. Ал енді көпшілікпен болсаңыз, имамның намаз өтеуіне кедергі жасаса, сондай жағдайда дереу басып өшіруге болады. Оңай жерде болса, бір қимыл рұқсат. Ал кейде жамағатымызды көреміз, жаңағы ұялы телефон қалтада, оны таппайды былай жаңа. Қай қалтаға кетіп қалды, бір уақытта шығарады оны. Bir қарайды да басып қояды. Бітті, намаз бұзылады. Ол бұзылады. Немесе қатты бір қиын жерге, жаңағы айтып жатырмыз ғой, шалбар тар киетін жігіттер салып қойды, алу қиын ананы, немесе қалтаның ішінде замок жабылып кеткен болса, ешкімге зиян бермей, өзіңізге де зиян бермей, екі жағыңызға сәлем бересіз, сөйтесіз да астағфирулла деп айтасыз, Алла кешіре көр дейсіз. Өйткені сіз Құдайдың алдынан, Алла тағаланың алдынан сізді қабылдауынан сіз былайша айтқанда шығып кеткен сияқты нәрсе де ол. Кешіріңіз деп Алладан истиғфар тілеп, телефоныңызды өшіріп, намазға қайтадан тәкбір алып кіресіз. Кешігіп қалсаңыз толып тұрасыз, кешікпесеңіз сонымен бірге бітіресіз. Осы нәрселерді жақсы ескеріңіздер, иншаалла.